Тоғыз Еспат қызының өткізіп жатқан эссе жазу әдістері курсы өте қажет. Басты нәрсе ол эссе жазуды практикалық жолмен көрсеткені деп санаймын. Өйткені біз өзіміз осы эссені қалай жазу керек, кіріспені қалай жазу керек, тақырыпты қалай таңдау керек, негізгі бөлім, қорытынды бөлімдерді, аргументтерді қалай табу керек, қалай оны бір-бірімен байланыстыру керек, осылардың бәрін үйрендік. Бұл тренинг бізге өте көп көмегін береді. 3 күннің екінші күнінде практикалық жұмыстар арқылы өз нәтижемізді, өзіміздің кемшіліктерімізді көріп жатырмыз. Кешегі жазған рефлексия мен эссе түрлері және оның бір-бірінен айырмашылықтары туралы білгім келген. Бүгін сол туралы мол ақпарат алдым. Эссенің қандай түрлері бар және оны жазуда қандай ерекшеліктерді пайдалану қажет екені туралы көп білдік. Және де соның ішінде әдеби эссенің жазудың ерекшелігі, сол әдеби эссенің сұрақтары, оны қалай құрастыру керек және өнімді сұрақтар қандай болуы керек туралы көп мағлұмат алдым. Бүгінгі тәжірибе арқылы біз әдеби эссенің ерекшеліктері туралы кеңінен мағлұмат алдық деп айтуыма болады. Эссе жанры туралы айта отырып, шетел әдебиетіндегі эссе жанры туралы да салыстырмалы мағлұматтар берді бұл кісі. Эссе жазу әдістері тренингі өте маңызды тренинг деп есептеймін.